Шайтан Алланың осы есімінен қашады. Сен кейде неге кенеттен ашуланып кететініңді байқадың ба? Неге кейде намазға ерінесің? Неге кейде жүрегің қараңғыланып кетеді? Исламда шайтан адамның жүрегіне сыбыр тастайтыны айтылады. Бірақ шайтанның өзі қорқатын Алланың есімдері бар. Бұл видеода біз шайтан неге кейбір зікірлерден қашатынын, Алланың қандай есімдері рухани қорған болатынын, және бұл есімдерді қалай қолдану керек екенін білеміз. Видеоны соңына дейін көр. Себебі соңында күнделікті оқуға болатын өте күшті рухани қорғаныс тәсілін айтамын. Бір бөлім шайтан адамға қалай әсер етеді. 1.004.00 Шайтанның басты мақсаты адамды Алладан алыстату. Құранда Ібліс, мен оларды тура жолдан тайдырамын деген. Шайтан адамның қорқынысын күшейтеді, үмітін азайтады, күнәні әдемі етіп көрсетеді, жалқаулық береді, намазды кейінге қалдыртады. Бірақ маңызды нәрсе, шайтан адамның Әл-Қаххар деген не? Әл-Қаххар барлығын толық жеңуші, үстем ие деген мағына береді. Бұл есім ешкім Аллаға қарсы тұра алмайтынын, барлық күштің иесі тек Алла екенін білдіреді. Шайтанның ең үлкен күнәсі тәкаппарлық. Ол, мен одан артықпын деді. Ал Әл-Қаххар есімі барлық тәкаппарлықты жояды. Барлық жаман күштің әлсіз екенін еске салады. Бұл есім не үшін оқылады? Кей ғалымдар қорқыныс, жаман ой, рухани қысым, қараңғылық сезімі кезінде осы есімді зікір ету жүректі күшейтетінін айтқан. Мысалы, Я Қаххар, Я Қаххар, Я Қаххар. Бұл адамға батылдық, ішкі күш, рухани тұрақтылық береді. 3 бөлім Әл-Хафиз, шайтаннан қорғайтын есім. Әл-Хафиз барлығын қорғаушы деген мағына береді. Кей адамдар түнде қорқады, мазасыз түс көреді, уайымнан шыға алмайды. Мұндай кезде адам Алланың қорғауын сұрайды. Қалай айтуға болады? Я Хафиз, мені қорға. Қарапайым, бірақ шынайы жүрекпен айту маңызды. Неге бұл маңызды? Өйткені шайтан адамның жалғыз қалғанын қалайды, әлсіз екенін сездіргісі келеді. Ал Әл-Хафиз есімі сен жалғыз емессің деген сезім береді. 4 бөлім үйден шайтан қашатын амалдар. Пайғамбарымыз айтқан, Бақара сүресі оқылған үйге шайтан кірмейді. Сондықтан Құран оқылатын үй, зікір айтылатын үй, намаз оқылатын үй рухани жарыққа толады. Күнделікті қорғаныс амалдары. 1. Бисмиллах айту. Үйге кіргенде бисмиллах, тамақ ішкенде бисмиллах. Бұл шайтанның араласуын азайтады. 2. Аятул Курси оқу. Ұйықтар алдында оқу өте күшті қорған. Көп хадистерде оның қорғауы айтылған. 3. Таңертеңгі және кешкі зікір. Бұл жүректі тыныштандырады. 5 бөлім шайтан неден көбірек қорқады? Шайтан бай адамнан емес, күшті адамнан емес, Алланы ұмытпайтын адамнан қорқады. Ең қауіпті адам, күнә жасап қойса да, қайта тәубеге келетін адам. Өйткені шайтан адамның үмітсіз болғанын қалайды. Ал тәубе шайтанның жоспарын бұзады. Шынайы күш неде? Шынайы күш жүректің Алламен байланысында. Кейде бір ғана Астағфируллах деген сөз адамның ішкі әлемін өзгерте бастайды. 6 бөлім рухани қараңғылықтан қалай шығуға болады. Егер адам ауыр күйзелісте болса, қорқыныш көбейсе, намазға зауқы болмаса, онда бірден жаман ойға кетпеу керек. Алдымен Құран тыңдау, дәрет алу, зікір айту, ұйқыны реттеу, күнәні азайту маңызды. Ұсынылатын зікірлер. Я Қаххар, Я Хафиз, Астағфируллах, Ла иляха иллаллах. Бірақ ең маңыздысы, сөзді тек тілмен емес, жүрекпен айту. Қорытынды.
Шайтан адамның әлсіздігін жақсы көреді. Бірақ ол Алланы еске алған жүректен қорқады. Алланың есімдері жай сөз емес. Олар жүрекке тыныштық, жанға қорған, өмірге нұр береді. Бәлкім сен бүгіннен бастап бір ғана есімді тұрақты айтатын шығарсың. Және дәл сол есім сенің өміріңді өзгертуі мүмкін. Сен Алланың қай есімін жиі айтасың? Пікірге жаз. Егер осындай рухани видеолар ұнаса, лайк басып каналға тіркел. Мүмкін бұл видео бір адамның жүрегіне жарық болар.